Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біз тағы да мына түп-тұқияннан өзіме шейін деген кітаптағы Қазбекбек Тауасарұлының жазған өлеңіне бір назар аударайық. Жалпы бұл кітап 300 жыл бұрын жазылған кітап. Осы кітаптан көп нәрсе білуге болады. Мысалға, кітаптың басы. Осы кітапта Қазбекбек былай деп бастайды: мен дүниеде өз жұртымнан асқан ел бар деп танымаймын, дейді. Бұл кісі жаңағы сонау Шам, Басра қалаларын аралап, Стамбул қалаларын аралаған, одан Ресейден бірақ шығып отанына қайтқан тұлға. Мүйізді Өтеген екеуі жарты әлемді шарлаған. Осыдан 3 ғасыр бұрын, 300 жыл бұрын Қазбекбек Тауасарұлы мынандай бір өлең жолдарын жазады. Сары төсек болғанда деп аталады бұл өлең. Осы өлеңде мына орыс халқына байланысты мынандай бір жолдар бар. Сонан соң Қарпат асып дөңге келдік, ел жаққа жаяу жалпы дөңгеледік. Аралап кейбір кезде тоғай ішін, киімді тікен бүріп шөңгеледік. Ұрдық біз түнді түнге, күнді күнге, тағы да құлақ тіктік бөтен үнге. Үстіге жаман жәутік киіп алып, ұқсаймыз небір бақсы мәжнүнге. Болса да біз кимедік байыр шұға, тоқтамай жылжи түстік дуға шуға. Мойынға дорба асынып алғаннан соң, ұқсаймыз дәруішке қайыршыға. Тегі біз маңыз бермей қонысқа да, тоғайлы қонып өттік қорысқа да. Бір жылдай тоқтап қалдық қаржы жинап, доңыз бен қойындасқан орысқа да. Оларға біз әшейін жолай соқтық, мұнда да орын тепкен пақыр жоқтық. Сөйлесе кетсең жүнбас орыспенен, аузынан қара ит шығар толған боқтық. Ұятсыз бұл бірін жұрттың арлысы да, аяғына шарық тартқан барлысы да. Демек, Қазбекбек бұл жерде аяғына шарық тартады деп, жаңағы орыстар көбінесе лапти киіп алады ғой, соны айтып отыр. Және де екі сөзінің бірі боғауыз сөздер. Боқтық сөздерді өзінің лексиконында орыс халқы жиі қолданады деп Қазбекбек Тауасарұлы 300 жыл бұрын айтып кеткен екен. Ұятсыз бұл бір жұрттың арлысы да, аяғына шарық тартқан барлысы да, аузынан арақ иіс мүңкіп тұрар, байы да, бақасы да, жарлысы да. Сол кезде 300 жыл бұрын орекеңдер арақты көп ішкен, бәрінен жаңа перегар шығып тұратын ғой аузынан. Соны арақ иісі мүңкіп тұрар деп өзінің өлең жолдарында келтіреді. Қызының тарақ түспей жөн шашына, жалаң бұт түк кимейді қомшасына. Ата бала шешесі, қыз келіні, хәммесі бір түседі моншасына. Осы Қазбекбектің Ресейге барғаны жайлы мен бір видео түсірген болатынмын. Қазбекбектің орыстар жайлы айтқаны деп ютубта бар. Сол әңгімеде айтады ол, жаңағы Пашка Косой деген орыстың үйіне барып жалданып жұмыс істейді бұлар. Сол жерде жаңағы Пашка Косойдың әйелі іш киім кимейтінін байқайды, түрі келіп сиетінін байқайды. Өтегенді жаңа Пашка Косойдың баласы моншаға шақырып, сол жерде атасы, немересі, келіні бәрі бірге моншаға бірге түседі екен деп, мүйізді Өтеген мына халық мал халық екен деп айтатын жерлері бар. Мен ұлтаралық алауыздықты қоздырып отқан жоқпын, мен мына кітапқа сүйеніп айтып отырмын. 300 жыл бұрын жазылған кітап Қазбекбек Тауасарұлының өзінің поэзиясында, өлеңдерінде келтірген жолдарын сіздерге түсіндіріп отырмын. Көктемде кедейлері қалса түлеп, пәле-ай деп онысына тағы күлет. Әйтеуір адам атын жамылады, демесең хайуаннан боғы бөлек. Есігі ашық болмас тиектейді, сақал алмас олары күйектейді. Егер де бір жеңіліп қалар болсаң, өлгенше басынады ектейді. Бір жеңіліп қалсаң, өлгенше сен басынады ектейді деп отыр ғой. Суында толған үйрек бұл болады, ішпесе орыс арақ тұл болады. Егер де бір жұдырық бұрын салсаң, өзіңе ғұмырыңа құл болады. Деп аяқтайды екен Қазбекбек Тауасарұлы. Бұл кітап
осы Сарытөсек болғанда деген өлеңде тек қана орыс халқын суреттеп қана қоймай, түріктерді, бәрі арабтар туралы жазған жолдары бар. Ол туралы мен бөлек видео түсіріп сіздерге оқып беремін.